Бала кезімізде ауылдың ұсақ малын әр үй кезектесіп өріске айдайтын. Кешке өрістен қайтқанда кейде бір үйдің малы басқа үйге адасып кетіп қалып жатады. Ондай кезде иесі малды іздеп келмесе, мал сол үйде қалатын. Ертесінде ауылдың малы қайта қосылғанда өз үйірін тауып жататын. Сондықтан оған қалыпты жағдай ретінде қарайтынбыз. Бірақ бірде біздің үйге адасып келген көк ешкі естен тандыра жазады. Сол бір оқиғаны сіздерге баяндап берейін. Күндегідей кешкі мезгілде мал өрістен келді. Бірақ сол күні біздің үйдің малдың қатарына бір көк ешкі де ере келіпті. Біздің үйде ешкі малы мүлдем болмайтын. Себебі әкем кебенек келгір деп ешкіні жақтыртпайтын. Расымен де ешкінің жағымсыз қылығы көп ақ. Кішкене ғана тесік болса, қорадан шығып кетіп, ауылдағы ағашты кеміріп тастайды, немесе жем қораның есігін ашып кіріп кетеді де жемді шашып тастайды. Астаудың ішіне түсіп алады, шөпті маяның үстіне шығып алып жейді. Жегеннен шашқаны көп. Бір жерге мүйізі қыстырылып қалса, байбалам салып мазаңды алады. Оған қоса буаз қойды сүзіп тастауы да мүмкін. Сол қылықтармен жазықты болған ешкіге біздің қорада орын жоқ еді. Адасып келген ешкінің де өзге ешкілерден айырмасы жоқ екені белгілі. Ешкі малын ұната бермейтін әкем, иесі табылса алып кетсін деп бізді жақын маңдағы көршілерге жүгіртті. Бірақ ешкі жақын маңдағы көршілердікі болмай шықты. Амалсыздан ешкіні сол түні қораға қалдырдық. Кешкі ас ішіп отқанда бағанағы адасып келген көк ешкінің жағы бір сөнбей қойды. Маңырап мазамызды алып бітті. Ана кебенек келгірдің мүйізі қыстырылып қалды. Барып босатып келіңдер деп әкем інім екеумізді жұмсап жіберді. Айдың жарығымен қорашы анық көрініп тұр. Қойлар қораның бір бұрышына қарай үйіріліп қалыпты. Біз қораға жақындаған кезде ешкінің даусы сап тыйылды. Шамасы қойлар бір нәрседен үріккен-ау. Інім қораның үй жақ бетінде қалды да, мен ешкі қай жерде екенін байқай алмай қораның арғы бетіне қарай қойлар үйірілген жерге барып тұрдым. Қойлар неден үрікті екен деп қораға жақын барғанда шошып кеттім. Қораның ішінде адамға ұқсайтын бір түсініксіз құбыжық тұрды. Аяқ қолдары адам секілді. Бірақ басы ешкі. Қорыққаннан айқайлап, жылап үйге қарай қаштым. Менің жан даусым шыққанда-ақ інім үйге жетіп үлгерген екен. Үйге жеткенімде алдымнан әкем шықты. Қорқынышпен өксіп араласып, біраз уақытқа дейін сөйлей алмай отырдым. Өксіп болған соң құбыжық көргенімді айттым. Әкем менің сөзіме сене қойған жоқ.